Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Сіздермен шеберлік сағатында кездескеніме қуаныштымын. Бүгін біз сіздермен осы курс барысында, осы шеберлік сыныпта оқу сауаттылығы элективті вариативті курс бағдарламасы бойынша әңгімелесетін боламыз. Егер менің дауысым естілсе, белгі берулеріңізді сұраймын. Презентация көрініп тұр ма? Естіліп тұр бәрі. Көрініп тұр ма? Гүлзат Есенжоловна? Жақсы. Көрініп тұр. Рахмет байланысқа шыққандарыңызға. Олай болса, сіздермен жұмысымыз сәтті өтсін. Бұл бағдарламаның мәнін түсіндіру болып табылады. Бүгінгі шеберлік сыныптағы мақсат және өзімнің тәжірибеммен бөлісу. Камераларыңызды қосуды сұраймын, әріптестер, өйткені бұл жазылу үстінде болады. Енді жалпы ережеге бағынамыз. Кез келген бағдарламада, сондықтан осыған түсінік беріп өтейін. 9 сыныпқа аптасына 1 сағат, 34 сағатқа белгіленген элективті вариативті курс. Бұл бағдарлама Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі орта техникалық білім беруді, орта білімді беруді дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы бойынша негізделген. Бұнда мына дағды басшылыққа алынады. Ол 21 ғасырдың білім алушыларына білім, дағды, тәсіл, құндылықтарды көрсететін білім беру мәселелерін жетілдіру қажеттігінен туындап отыр. Бағдарлама стандартқа негізделген, талаптарға сәйкес әзірленді. Негізгі орта білім беру деңгейінің 9 сыныбы. Бұл жастағы оқушылар 14-15 жаста болады. Оқу сауаттылығы бағдарламасын алудағы себеп ол осы жастағы оқушылар негізгі мектепті бітіруші түлек болғандықтан халықаралық тестілеуге қатысады. Бұл халықаралық тест PISA емтиханы деп аталады. Қазақстан бұл емтиханға 2000 жылдан бастап қатысып келеді. 3 жылда бір өтетін емтихан. Міне осы емтиханда халықаралық деңгейдің есебі бойынша Қазақстан оқу сауаттылығы деңгейінен төмен дәрежеде, төмен деңгейде. Сондықтан осы тақырып назарға алынды деуге болады. Енді бағдарламаның басты ерекшелігіне тоқталайын. Бұнда оқу сауаттылығы мен цифрлық сауаттылық үйлесімділігі көзделген. Жаңалығына тоқталатын болсақ, дәстүрлі әдістер, заманауи әдістер, технологиялар негізге алынды. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту, мәтіндерді түсіндіру, ақпаратты талдау, сын тұрғысынан ойлау, ақпаратты өмірде қолдану дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Осы бір мақсаттан ереже бойынша 8 міндет көзделеді. 8 міндет таңдалу керек. Назарларыңызға ұсынып отырмын. Танысайық. Бұнда оқушылардың мәтіндерді түсінуі, мағынасын ашу дағдыларын жетілдіру көзделеді. Яғни оқу сауаттылығындағы басты критерий бұл мәтіндермен жұмыс. Сондықтан бұл бірінші міндет ретінде назарға алынды. Сол мәтіндегі ақпаратты талдау, жүйелеу қабілетін дамыту екінші міндет ретінде көзделді. Ақпаратпен жұмыс істеу, мәтінмен жұмыс істеу оқу жылдамдығын қажет етеді. Сондықтан үшінші міндет оқу жылдамдығы дәлдігін арттыруға, төртінші міндет сыни шығармашылық ойлау дағдыларын қалыптастыруға, бесіншіде мәтін мазмұны бойынша жобалар әзірлеуге, яғни шығармашылық жұмысқа негізделді. Алтыншыдан шығармашылық мәтін құру дағдыларын дамыту көзделеді. Мұнда оқушылардың енді шығармашылық жұмыстары басшылыққа алынады, оны жандандыру көзделеді. Жетінші міндет жасанды интеллект құралдарымен байланыстыру, мәтіндермен жұмысты. Осы көзделді. Сегізінші оқушылардың жұмыс істеу формалары басшылыққа алынды. Бұл жұмыс істеу формалары деп отырғанымыз коллаборация, яғни ұжымдық жұмыс,
ұжымдық жұмыс деп біз жұптық жұмысты, топтық жұмысты, сыныппен жұмысты қарастырамыз. Міне осы да міндетке алынды. 8 міндеттен 8 күтілетін нәтиже шығу керек. Ендеше бұл қандай нәтижелерді күтеді бұл бағдарлама? Сонымен танысып көрейік. Бірінші, мәтіндерді терең түсініп, негізгі ойларын анықтай алу керек. Екіншіден, ақпаратты талдап жүйелеп, оны өмірлік жағдайларда қолдана білу керек. Үшінші, оқу техникасы, яғни бала жылдам оқуды меңгеру керек, түсініп оқу дағдыларын меңгеру керек. Төртіншіден, сыни шығармашылық тұрғыда ойлап, жаңа идеялар ұсына алу қажет. Бесіншіден, мәтін мазмұны бойынша жобалар әзірлеп, оларды презентация түрінде қорғап, идеяларын жүзеге асырады. Алтыншы, шығармашылық мәтіндер құру дағдыларымен жұмыс істейді. Жетінші, осы аталған жұмыстарды жасанды интеллект құралдарымен байланыстырамыз. Мәтінмен жұмыс істеуде тиімді қолдануға жағдай жасаймыз. Сегізінші нәтиже күтілетін бұл оқушылардың арасында белсенді бірлесіп жұмыс істеу, мәселені бірлесіп шешу, ортада пікір алмасу, дұрыс пікірді қабылдау деген сияқты өзара кері байланыс жасау, талқылау мәдениетін қалыптастыру көзделді. Бағдарламаның жаңалығына тағы да бір назар аударсақ, ол оқу сауаттылығы мен цифрлық сауаттылықтың үйлесімділігі. Яғни жасанды интеллект құралдарын пайдалану, ChatGPT, Canva, Prezi сияқты дифференцияланған оқытуды жүзеге асыру. Дифференцияланған оқыту дегеніміз деңгейлік оқулар, яғни жаңартылған білім беру мазмұнындағы саралау мәселесі. Сыни және шығармашылық ойлау, осыны кешенді дамыту көзделді. Және ақпарат талдау, оны визуализациялау, яғни презентация жасау, көрініс ретінде қою, бір шығарма түрін екінші шығарма түріне айналдыру деген сияқты тапсырмалардан тұрады. Бағдарламаның өзектілігі негізгі 3 мәселені қарастырады. Бұл PISA емтиханы. Соңғы емтихан 2022 жылы өтті. Қазақстандық 15 жасар оқушылар қатысады 3 бағыт бойынша. Міне осында мәтінді оқу, түсіну, оны өмір жағдайларында талдай алу қабілеттерін қамтиды. Екіншіден, қазіргі заманғы ақпараттық қоғамда ақпаратты дұрыс түсіну, талдау, қолдану қабілеті. Бұл негізгі өмірлік дағдыға айналып отыр. Сондықтан бұл да өзекті мәселе. Және қазақстандық оқушылардың нәтижесі, мен жоғарыда атап өткендей, оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, ғылыми жаратылыстану сауаттылығының аясында өте төмен деңгейде тұр. Сондықтан бұл тақырып өзекті, ол стандартта да қарастырылған. Міне осындай негізгі мәселелерден шықты. Ендеше бұл бағдарлама оқушылардың мәтінмен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіруді, сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамытуды, алынған деректерді тәжірибеде қолдана алуды көздейді. Аталған бағдарлама негізінде екінші бөлімі әзірленді. Бұл оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту бойынша тапсырмалар жинақ болып табылады. Ендеше осы тапсырмалар жинағына түсінік беріп өтейін. 26 мәтін қамтылды жалпы жинақта. Ол 26 мәтін бойынша 59 тапсырма құрастырылды. Мәтіндердің түрлері оқу сауаттылығындағы мәтіннің 4 түрін қамтыды. Яғни тұтас мәтін, тұтас емес мәтін, аралас мәтін, құрамдас мәтіндер. Біздің оқулықтарымызда тұтас мәтіндер өте көп берілген. Оқушылар тұтас мәтінмен жақсы жұмыс жасай алады. Тұтас емес мәтіндер деп отырғанымыз кестелер, диаграммалар, суреттер болып табылады. Веб-сайттарды да тұтас емес мәтіндерде қарастырамыз. Аралас мәтіндер, яғни тұтас және тұтас емес мәтіндердің аралас келуі. Және құрамдас мәтіндер. Құрамдас мәтіндер өзара алып қарағанда бір-бірімен байланысы жоқ мәтіндер болып табылады. Бірақ олар бір тақырыпты қамтуы мүмкін. Мәселен, фотосуреттерді алуымызға болады, фотоальбом, әртүрлі суреттерді қамтиды. Бірақ оларды біріктіретін бір ортақ нәрсе, ол бір адамның мысалы өмір туралы мәлімет береді. Немесе өз пәнімізге келетін болсақ, афоризмдер, мысалы Махамбеттің афоризмдері, Абай Құнанбайұлының афоризмдері деп алсақ, жұмбақтар,
тағыларды мысал ретінде сіздерге түсіндіріп айтқым келіп тұр. Осындай мәселелер қамтылды. Сұрақтар екі түрден тұрады. Жабық сұрақтар, мәтінде жауап бар, яғни және ашық сұрақтар. Оқушы өз өмірінен, өзінің тәжірибесінен, өз білімінен жауап беретін сұрақтардан тұрады. Міне тапсырмалар жинағы осы мәселелерді қамтыды. Осы тапсырмалар жинағынан ең соңында алған білімдерін жинақтау мақсатында сайт әзірленді. Ол туралы да қазір алдағы слайдтардан мен сіздерге түсінік беріп өтемін. Тапсырма үлгілеріне назар аударып көрейік. Сіздердің назарларыңызға мен бірнеше мәтін түрлерін беріп отырмын. Сол жақта берілген суреттер, бұлар тұтас емес мәтіндерге мысал бола алады. Мәселен, бірінші сурет не жайлы деген тұтас емес мәтін тұр. Оқушылар ойланып жауап береді. Ашық сұрақ, сурет не жайлы. Екіншісі, оның төменде тұрған сурет, бір тәулік бір ғұмыр. Бұл да тұтас емес мәтін. Бұндағы ашық сұрақтар былай берілді. Мағыналы өмір дегенді қалай түсінесіз? Ол мағынаны қайдан іздейміз? Қалай іздейміз? Оң жаққа назар аударсаңыздар, құрамдас мәтін беріліп тұр. Яғни Гиппократ пен Ибн Синаның денсаулыққа қатысты айтқан пікірлер берілген. Міне жоғарыда айтқан мысалдар сіздердің назарларыңызға ұсынылып отыр. Бұнда мынандай тапсырма ұсынылды. Бұл да ашық сұраққа жатады. Осы пікірлерді басшылыққа ала отырып, оқушы қайсысын қолдайтындығын және оны өзінің сөзімен, өзінің түсінігімен негіздейтін талдау береді. Және соңғыға назар аударайық. Тест үлгісінде берілген бұл жабық сұрақ. Бұған тұтас мәтін беріліп, осындай сұрақ тапсырма әзірленген болатын. Әріптестер, енді сіздерді де байланысқа шақырғым келеді. Өздеріңіз қандай жауап айтар едіңіздер? Шеберлік сыныбы болғандықтан микрофондарыңызды қосып, жауаптарыңызды ұсынуларыңызға болады. Бар ма? Жауап берем дейтін әріптестер. Бірінші суретке назар аударсаңыздар. Сурет жеті ата туралы. Иә, дұрыс айтасыздар. Жеті атаны білдіреді. Сурет не жайлы дегенде, ендеше бұл оңай сұрақ, ашық сұрақ болса да. Осындай сұрақтардың өзара деңгейлері де бар. Жалпы оқу сауаттылығында 6 деңгейден тұрады сұрақтар. Ол біздің күнделікті пәнімізде пайдаланып жүрген Блум таксономиясы. Білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау деңгейлеріне арналған. Екінші, мағыналы өмір дегенге назар аударып көрсеңіздер. Қалай түсінесіздер осы сөз тіркесін? Мағыналы өмір, оны біз қайдан іздейміз? Оқушы ойланатын сұрақ. Жақсы, әріптестер, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Онда біз сайтқа көшіп көрейік. Сайт туралы ақпарат берейін. Міне осы жоғарыда тапсырмалар жинағынан сайт әзірленді. Оқушыларға сілтемесі ұсынылады. Бұл курс соңында беріледі. Сайтты пайдалану бойынша нұсқаулықты мен сіздерге скриншоттармен түсіндіріп кетейін. Оқушы сілтемені басып, тест тапсырмаларына өтеді. Тесті бастау деген батырманы басады. Сол кезде оқушылардың назарына 22 сұрақтан тұратын тест тапсырмалары беріледі. Бұнда 4 жауап нұсқасы бар. Оның біреуі дұрыс, қалғандары қате жауаптар. Осыларды белгілеп, ең соңында аяқтау батырмасын басады. Сол кезде оқушылардың назарына нәтиже шығады. Онда қанша дұрыс жауап, қанша бұрыс жауап көрсетіледі. Егер оқушы қайтадан өтем десе, онда қайтадан бастау батырмасын баса алады. Бұл бағдарлама қандай нәтиже бергендігін назарларыңызға ұсынылып отырған жұмыс нәтижесінен көрулеріңізге болады. Бұл бағдарламадан таңдаудағы мақсат
Мен өзім тренермін. Осы оқу сауаттылығы бойынша халықаралық курстан өттім 2014-2015 жылы. Сол бойынша сосын бағдарламаны құруды жоспарыма алған болатынмын. Бұл өзім жұмыс істеп жүрген мектепте жүзеге асты. Оқушылар облыстық, қалалық деңгейдегі түрлі іс-шараларға, жарыстарға, байқауларға қатысып, жүлделі орындармен оралды. Өзім де бірнеше конференцияларға қатыстым. Сол қол жеткен табыстар назарларыңызға ұсынылды. Енді әріптестер, мен сіздерді кері байланысқа шақырам. 2 жұлдыз 1 клик әдісін пайдаланып көрейік. Сіздерге ұнаған мәселелер бойынша, ұсыныстарыңыз бойынша ойларыңызды ортаға салсаңыздар. 14 қатысушы бар екен. Микрофондарыңызды қосып, байланысқа шығуға болады. Қайырлы күн. Мөлдір Болатовна, сізден көптеген ақпараттар алдық. Еңбегіңізге жеміс тілейміз. Көп рахмет. Рахмет. Ботагөз Ермековна. Тағы да сұрақ бар шығар мүмкін осындай бағдарламаға. Еңбегіңіз жана берсін, өте құнды деректер болды. Рахмет сізге. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма? Мүмкін ойланып жүрген әріптестер бар шығар. Жоспарда осындай зерттеу жұмысымен айналысатын. Жазбаша да мәліметтер беріп жатырсыздар. Көптен көп рахмет. Жақсы әріптестер, еңбектеріңіз жемісті болсын. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға көп рахмет айтамын. Жазғы демалыстарыңыз сәтті өтсін. Амандық, саулықта болайық. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз.